Бұл фильм қазақтың тұңғыш режиссері, драма және опера театрларының негізін салған ұлы өнерпаз, Қазақстанның бірінші халық әртісі, аса көрнекті драматург жазушы, музыкант, қоғам қайраткері, кешегі сталиндік репрессияның құрбаны болған Алаштың ардақты азаматы жайлы. Ол Жұмат Шанин. Жұмат Шанин мұрасы түгел сақталмаса да, оның жан-жақты қызметінің ізі әлі сайрап жатыр. Ол негізін қалаған қазақтың драма, опера театрлары бүгінде өрге шығып отыр. Ол баулыған әртістер бүгінде өнер ауылының ақсақалдары. Ол қойған спектакльдер әлі де сахнада. Ол айтқан сан пікірлер, режиссерлік ойлар өшкен жоқ. Оның пьесалары әлі де ел игілігіне қызмет етуде. Жұмат Шанин, қалың қазақтың думанды ордасы, құйқалы табиғат әсем атырап, Баянауыл өңірінде 1892 жылы дүниеге келген. Оралай біткен Желтау деген таудың бауырындағы, Қаратал қыстауында кіндік қанын тамып, ит жейдені сонда тоздырған. Сахара серілерінің сахнасы болған атақты Қоянды жәрмеңкесі Жұмат туған Қаратал қыстауына тиіп тұрған жердет. Небәрі бірақ төбеден асса болғаны. Тіпті жәрмеңкеде салынған әндер тынық күндері ауыл тұрғындарына анық естіліп жататын. Алғаш рет Қан базар, ән күй мерекесі, думанды өнер ордасы, батыр бағлам майданы Қоянды жәрмеңкесіне Жұматты атасы Шана өз алып барған. Дуылдаған әңгіме, шырқай салған ән, күмбірлеген күй десе аузын ашып көзін жұмып, ішкен асын жерге қойып, есінен айырылатын Жұматқа Қоянды деген дүниенің ең бір ғажап мүйісі болып көрінді. Бір 1913 жылдың күзінде Жұмат ежелгі мақсаты білім алу ниетін іске асырмақ оймен Омбы қаласына келеді. Қат-қабат қиыншылығы мол үлкен қалада жатақ ауылының жігіті Жұмат көп сандалып, әуре сарсаңға түсіп, ақыры бір зауытқа жұмыскер боп орналасады. Рахат аз, бейнеті мол еңбекке көндігіп, жұмысшылар арасына үйреніп, алдартын шола бастайды. Білімсіз, мамандықсыз алысқа бармайтын жақсы түсінген талапты жас. Тапқан таянғанын шаша бермей, орыс мұғаліміне алған ақшасының 3/1 беріп, қолы босағанда сабақ алады. Орыс тілін, арифметиканы, басқа пәндерді үйренеді. Омбы қаласында қазақтың талай үміткер жастары әртүрлі оқу орындарында білім алған. Сәкен Сейфуллин, Нығмет Нұрмақовтар Омбы семинариясында оқыған. Бұлар мен Жұмат өте жақын жүрген.
араласып тұрған. Бұрын қазақтың ән күйіне, домбыра қобызына жаны құмар Жұмат қалаға келісімен Европа өнеріне ден қояды. Аз уақыттың ішінде мандолина, скрипканы жақсы тартып кетеді. Жастар кешінен биден қалмайды. Әсіресе қалалық театр ең бір сүйкімді орын айналады. Ауылдағы қыз ұзату, шілдехана қызықтары, алтыбақан, айтыс, билер дауымен сахна өнерінің іштей тамырластығы барлығын сезгендей болады. Бірінші дүниежүзілік соғыстың ауыр азабын тартып, майдан шебіндегі қара жұмыстан аман-есен елге оралған Жұмат, Семей, Зайсан, Кереку қалаларында саяси әлеуметтік, қоғамдық қызметтерге белсене араласады. Творчестволық іспен айналысады. Қазақ топырағында тамыр жаймаған өнер, театр мәселелерін айналдырып, әдебиетті өріс алмаған жанр, драматургияға барлау жасайды. Семейде 1920 жылы құрылған драмалық ес аймақ труппасының көркемдік жағын басқарады. Жұмат режиссурасымен Мұхтардың еңлік кебек, Сәкеннің қызыл сұңқарлары қойылады. Сахара үшін жаңа өнердің, сахна өнерінің білгірі деген Жұматтың жақсы атағы республикаға аз уақыттың ішінде тез тарап, оның режиссерлық даңқы бүкіл Қазақстанға жайлы. 1925 жылдың күзінде Қазақтың ұлттық театры құрылады. Оның құрамына халық таланттары Қалыбек Қуанышбаев, Серке Қожамқұлов, Құрманбек Жандарбеков, Елубай Өмірзақов, Әміре Қашаубаев, Иса Байзақов, Палуан Қажмұқан, әнші Майра және басқа дарындар шақырылады. Ал Жұмат Шанин Қазақтың тұңғыш театрының директоры, әрі көркемдік жағын басқарушы болып тағайындалады. Мен Жұматты 1926 жылы Қызылордада таныстым. Жұмат Алматыда арқалық пьесын қойды. Мен арқалықты ойнадым. Әжіханды Қалыбек Қуанышбаев ойнады. Қияқ, тұяқ деген батырлар болды. Оны Әбікен Хасенов, Мұхаммедияр, Әбен Мұхаммедияров, қатар тұрған қос батыр, жеке тұрған жас батыр, ажалдан 40 күн, 40 жыл бұрын өлетін, өлі күрезе болсыңдар, еріңдер маған деп, қанның алдында арқалықтың сөйлеген сөзі бар еді. Сонда жеке тұрған жас батыры Құрманбек Жандарбеков болсын. Елубай Өмірзақов, сол ненің Дүрбіт елінің батыры қашып жүрген, сол Елубай ойнады. Арқалықтың әйелін қара көзді Зоғра Атабаев ойнады. Жұмат Шанин қойған спектаклі. Арқалық батыры 2 күн ойнайтынбыз. Абай бабамның аруағы қолдай көр. Бар олатын жерің осы жерме. Дивана, жат салада не көрден екен? Маған қояқ салат деңіз. Жат салада зарлап жатыр. Қайтсын олар көпке топырақ шашамады. Арғалап құртар сендер. Сендерді барғай кәді жетігінен қосу керек. Қамдарыңды шәмен. Seni şavuzlarımında ilge saldıma. Bimenbekler bakka tatlıp, yelerler okka şanşıldıma. Ey Harslanım, kaygırma. Kızım, sen Batır Yunus'un katınısın. Adamın canı süsündür öyle benim. Çok kızım. Bana kumdan adastırmaya alıp geliyor. Bakanın özü öyle demez. Her herkese bu kumdan. Kalay şolaşına adastırıyor. Sonuçta bana kumda basacağız demekler. Kanatımda kıyağım tamam.
Tamam olsa. Aldı kuyarız. Artık değiliz. Sarma. Buna baktık bir şey desek. O da sarımız hatta yaptılar. Бұл режиссерлық еңбегіменен қоса қазақ әдебиетінің тарихында орасан зор із қалдырған айтулы драматург Арқалық батыр трагедиясын жазды. Шахта, Үшқожа, Айдарбек, Торсықбай секілді комедиялар тудырды. Сол секілді өнер тарихын зерттейтін көптеген мақалалар, зерттеулер жазды. Шақыр Арқалық батырды. Кірсен батыр. Алдияр тақсыр. Батырым жоғары кел. Алдияр тақсыр. Бір сапар қызметіңізге дайынмын. Менің жолым қатты, қолым қанды болушы еді. Жаныма жолдастыққа жұбай баланы. Қияқ-тұяқ батырларды беріңіз. Өзім мінуге сары жол тұлпарыңызды беріңіз. Қияқ-тұяқ шақыр. Алдияр тақсыр. Кірсен батырлар. Ассаламағалейкум. Ағаларым, сендерді мұна Арқалық батырға қосып отырмын. Құдай дегімді бірте жаудан өшімді алғалы отырмын. Сендердей батырларым тұрғанда жүрегімде кеп кету, затқа жем болу. Маған лайық емес, салдырым болсын батырларым. Айдарға дінсіздіріп өтке қазақты табағымашы. Қылышынан қан тамған, найзасынан ол тамған, жау жүректі аруақтар, Арқалықты қолдашы. Жұмат аға барлығымызға аға, ата, ақылшы, режиссер, сыншы болады. Ол ешкімге еш уақытта сен әй бері кел демейтін. Мына жерді бұлай деп ақылын айтатын. Жұмат өте сауатты, орысша, қазақша оқыған, көп оқыған адам еді, көп білетін адам еді. Қазақ өнерінде ең алғашқы топ артистердің ішінде үлкеніміз Әміре Қашаубаев пен Қазкен Бейсіп болатын. Сонан кейін Жұмат аға болды. Басқамыздың бәрі кіші болдық та, Жұматты Жұмат аға деп атамадық, Мәт аға деуші еді. Мәт аға айтты, Мәт ағаға барам, Мәт аға қазір келеді деп, солай біріміз солай ылғи сөйлеуші едік. Жүр, Мәт ағаның үйіне барайық деп сөйтіп тұратынбыз. Сондай кішіпейілді адам еді. Бір ғана шарт. Бүгінгі театрдың басына кез келген кісіні қоймай, бір жағынан әртіс боларлық ыңғайы бар, екінші жағынан пьеса шығарып жүрген жазушыны қою керек. Бізде осы міндет атқаруға жарайтын Жұмат сияқты бірен-саран кісілер бар. Мұхтар Әуезов, 1926 жыл. Бірінші рет Жұмат ағайменен жұмыс істестім. Өзі баласы қылданған, елпілдеген, шашы өмір бойы жалбарап жүретұғын, ұзын болатын өзінің шашы. Күліп жүретұғын, о кісінің қабақ түйіп жүрген. Сонда әрбір қолыңды қалай сөйлеу керек. Енді біздер жастар ештеңе білмейміз. Сондай жақсы актермен жұмыс істеседі екен. Сон жаңа Жұмат ағайдың ғажаптығы, осы қарап отырамын, кей уақытта ойлаймын, Жұмат ағайдың мінезі ешкімде жоқ екен. Жекеше біткен мінез екен. Мына сарғыш тартқан қағаздар кезінде Жұмат Шаниннің қаламымен жазылған. Бізге жеткен, көзге оттай басылатын осынау жазбалар Аяулы ағамыздың қоз көрпеш баян драмасымен ең күрделі шоқтықты туындысы Арқалық батыр трагедиясының түп нұсқалары. Неге келдің, тақсыр? Қызыңызды қатындыққа бересіз бе жоқ па? Беремін, бірақ шартпен берем. Арқалықты өлтіріп, қазақ елін шауып келсең, қызымды сонда берем. Қызым, сен мұна Батыр Йонсонның қателісің. Әке, мен бұған тие алмаймын.
айтам, баласы әкесінің әмірінен бой тарта алмайды. Жұмат деген жігіттің сырбаз еді. Қара шашын қарсы қайырған, қара мұрт, қарағым деп тұрған әдепті жігіт. Кішіпейіл, бияз адам. Қазақтан шыққан фантазиясы күшті режиссер. Қысқы өмірінде бірнеше пьеса қойды. Әр қайсысы бір оқиға болып, жұртшылықты дүр сілкіндіретін. Жұмат табиғатында ақылды, жуас адам еді. Біреуге бұру, біреуге орынсыз ұрсу дегенді білмейтін. Кейде Жанбеке орынсыз мінез байқатса, оны шыдамдылықпен үндемей жеңетін. Жаны таза, өнерді өлі сүйген жігіт еді. Мұндай 8 қырлы бір сырлы адам сирек кездеседі. Адал, ақ көңіл адам еді. Арманда кетті. Елубай Өмірзақовтың естелігінен. Қазірде ұлт труппасының басында Жұмат сияқты театр жұмысын шын сүйетін, қалам өнеріне де шебер, қажырлы азаматымыз отыр. Бұл да ұлт театрының келешекті түзу жолмен жүріп, тез өркендеуіне сенім болуға жарайды. Қаныш Сәтбаев, 1927 жыл. Елді қорғайды. Ел ханды қорғайды. Елгім, елді қорғаған. Елгім, ханды қорғаған. Ел билеген қаның құрсын. Хан сыйлаған елің құрсын. Қысылғанда демейтін, жығылғанда сүйейтін ер Қазыбек, қайдасың? Жақында жүрсем тістейтін, алыста жүрсем іздейтін ер Жәнібек, қайдасың? Қаһарына жан шықпас, қамалына ер тұрмас, ер Қабанбай, қайдасың? Ей қозым, сені жауыздар мұндай күйге салды ма? Ей ел жегіш жауыздар, қазақ еріңнің қайратын, еліңнің намысын арамзаның саудасына салдың ба? Ей арыстаным қайғырма. Бұл опасыз жалған дүниеде талай ерлер, талай батырлар опасыздыққа жолыққан. Тар жол тайғақ кешуде бәрі де жалғыз қалған. Жұмат ағайды мен көп еске алам. Аз да болса сол кісілерменен жұмыс істескеніме кей уақытта жүрегім біртүрлі бұзылады. Сондай адам театрды бірінші құрған. Театрда өзінен өзі құрылған жоқ театр. Жұмат ағайдың арқасында құрылды. 1936 жылы Мәскеу қаласында қазақ әдебиеті мен өнерінің алғашқы онкүндігі өтті. Қазақ халқының таңғажайып тамаша өнерін бүкіл әлемге танытқан осынау мәдени мерекеге Жұмат Шанин ерекше үлес қосты. Ол қойған Жалбыр, Қыз жібек, Ертарғын спектакльдер көрермендер көңілінен шығып, өте жоғары бағаланды. Зор табыспен өткен декада нәтижесінде көптеген өнер саңлақтары құрметті атақ пен үкімет наградаларына ие болды. Ал осы байқаудың барлық көркемдік жағын басқарған Жұмат Шанин еңбегі мүлде ескерусіз қалды. Есімі ауызға далынбады. Қонақ үйде жападан жалғыз қалып қойған жерінен оны Алматыға Ғабит Мүсірепов алып қайтқан еді.
Сырбаздығы соншалық, Құданың құдіреті, ілем сөз айтпады ғой. Ілем білдіртпеді. Соншалықты асыл адам, өзінің айналасының бәрі сондай үлкен дәрежеге жеткенде, біздің театрдың жай бұлай қатысқандар да алып қайтты. Жұмат ағай түксіз қайтты. Неге олай болды сол уақытта? Неге солдай көз қарас болды Жұмат ағайға? Мен осы уақытқа шейін соны ойлап түбіне жете алмаймын. Шынын айтқанда Жұмат ағай осыншалық еңбек жасаған адам, қазақ искусствосын дүниеге келтірген адам, қазақ искусствосын туғызған адам, аты бірінші аталмайды ғой. Бір халықтың өкілдерін бір-біріне қарсы айдап салып, күндестік, күншілдік отына май құйып, бөтеннің қолымен от көсу әрекетінен бүтін бір ұлттың зиялы қаймағын сыпырған сталиндік қанқұйлы арамза саясат жалыны Шаниндер жанұясында шарпып өтті. Әттең дүние десейш, Жұмат ағайдың бір адамға зияны жоқ, бір адамға жаман сөз жоқ адам еді. Не үшін кетті? Қалай кетті? Кім кетірді? Бізге қараң, түсініксіз. Жүрегіміз ауырады. Менің Жұмат ағайға қазір де кей уақытта ойлағанда жүрегім ауырады. Өйткені ол кісі еңбегінің бір рақатының үшін көре алмай кетті. Ештеңе көре алмай кетті. Сондай еңбек жасаған адам. Сталин Ежов жендеттерінің құрған қақпанына 1937 жылдың қазан айында ұлттық өнеріміздің көшбасшысы аяулы Жұмат ағада түскен еді. Фамилия? Шанин. Имя? Жұмат. Отчество? Тұрғынбайұлы. Национальность? Қазақпын. Военная коллегия Верховного суда Союза СССр. 26 февраля 1938 года. Город Алма-Ата. Совершенно секретно. Народному комиссару внутренних дел Казахской ССР, комиссару государственной безопасности первого ранга, товарищу Рединс. Прошу вашего распоряжения о приведении в исполнение приговоров выездной сессии Военной коллегии Верховного суда Союза СССр от 26 февраля 1938 года в отношении осужденных к высшей мере уголовного наказания расстрелу. Ашихмина Алексея Ивановича, Беленко Владимира Леопольдовича, Богатикова Алексея Семеновича, Бураева Урызгалия, Варламова Николая Николаевича, Васильева Павла Алексеевича, Воробьева Иосифа Иннокентьевича, Джансугурова Ильяса, Джантлеува Шайхи Османовича, Джелезбаева Максута, Жулдыбаева Аскарбека Табылбековича, Дюйсенова Хакима, Журлова Владимира Лукича, Зефирова Сергея Павловича, Искакова Гарибулы Мусабаевича, Искалиева Султана, Исмагулова Газиза Манаповича, Кабулова Ильяса Юсуповича, Каратлеова Селимгирея, Касабулатова Исенгалия Киреевича, Кенжина Асфендиара Кинжиновича, Куленова Салямхата, Кулетова Казмухамеда Карибаевича, Ликерова Азимбая Ликеровича, Майлина Беймбета Жармагамбетовича, Мухамеджанова Капана, Орумбаева Мукаша, Распопова Виктора Яковлевича, Сабитова Бегима, Сафарбекова Садыбека, Сейдарина Азгата Фазиловича, Туртаева Шахмана, Устинова Сергея Платоновича, Часовникова Виктора Ивановича, Чоманова Рахмеджана Калимановича, Шанина Жумата Тургумбаевича, Юсупбекова Хамзы.
Председатель выездной сессии военной коллегии Верховного суда Союза СССР, див-воен-юрист Горячих. Немедленно исполнить. 26 февраля, Рединс. Қазақ қыздарының арасынан шыққан алғашқы актрисалардың бірі, нәзікте сезімтал өнер иесі, Жұмат ағамыздың адал жары, аяулана Жанбике Шанина, халық жауының әйелі деген жалған жаламен Ақмола лагерінде 8 жыл бойы жазықсыз жапа шегіп, қасірет тартты. Ал олардың ұлы, тұлпардың тұяғы, алтынның сынығы, жастарын талантты скрипкашы Рауфбек Мәскеудегі Бутырка түрмесінің тас қойнауында қыршынынан қиылды. Бүкіл бір халықтың театр өнерінің негізін қалап көшін бастаған, Жұмат Шаниндей қуатты да құдіретті талант тудырған Шана өлетінде өнерлі жандар көп болды. Атығай Шанин бірнеше пьеса жазып, Қарқаралы халық театрын құрып, сонда қызмет етті. Ал Әкіш Шанин Шымкент театрында өнер көрсетіп, республикаға еңбек сіңген әртіс құрметті атағына ие болған жан. Жұмат ағасындай сан салалы өнерпаз болып, актерлық пен режиссерлікті қатар алып, экран мен сахнада бірдей жарқылдап, бойындағы бар дарынын ақтар ашып кемелдене бастағанда, арманда кеткен бір талант Қасымхан Шанин. Жұматтың інісі Әкіштің ұлы. Бала кезінде Жұмат ағаның тәрбиесінде болған. Қасымхан тамаша әнші болатын. Assalamualaikum. Jür Asqar, seni boluş şaqırıp жатыр. Meni qaytedi ekan? Onu bargan soň özünden sırarsın. Kane kiyin? Şoşma sulu bikeş. İtekeň oğan syy-hürmet körsetmek. Küni boyu izlemegen jerim jok. Budan bulay muğalimnin qayda jiretini belgili boldu. Alayak itbeyдің özü jiberdi me. Arandappaksın koy. İttin iyesi olsa, börünün tengirsi var. Mini kara! Kara! Astagfirullah. Meni darıngasa ber. Endi mağan bäri.
Жақсы да болса алғаның, көңілде қалмас арманың, бар жоғында білдірмес мейманға толса жан-жағың. Ренжіпкенсең даладан, алдыңнан күліп шығады, өмірлік жолдас білгенге ер жігіттің құралы. Киімің жоқ болса, тұрады шамың жаны, бір еске алсын, осындай жарды табуды да. Дархан дарын. 8 қырлы бір сырлы өнер иесі Жұмат Шаниннің 100 жылдық мерейтойы зор ілтипатпен аталып өтті. Шымкент қаласының қақ төрінде орналасқан, өзінің есімі берілген мына театрда еске алу кеші болды. Жұмат ағаның өнері, өмірі, өнегесі жайлы театр өнеріміздің ата, аға, жас буын қайраткерлері тебірене сөз айтты. Республика үкіметінің арнайы қаулысымен Баянауылының әсем жерінде Жұмат Шанин туған топырақта бой көтеріп, сән түзегі мына Ақшаңқан ауыл бұдан бұлай ардақты ағамыздың есімімен аталатын болды. Келешектегі ұрпағыңыз сізді әңгіме етпей қоймайды. Сіз сеніңіз маған. Өзіңіз туралы халқыңыз аңыз етіп аузынан тастамайтындай тамаша рухани мұра жасадыңыз. Қоғамдық өмірдегі алған бағытында бүтін бір халық үшін пионер болу әркімнің сыбағасына тие бермейді. Демек, сізден соңғылардың ондай мүмкіндігі жоқ. Олар тек сіз бастаған істі дамытып, алға апарушылардың ғана қатарында қалады. Константин Сергеевич Станиславский. Фильм жасауға Қазақстанның халық әртісі Қапан Бадыров, халық әртісі Сәбира Майқанова, Қазақстан ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі профессор Ырымғали Нұрғалиев қатысты. Скрипка мен сыбызғыда ойнаған Жұмат Шаниннің шөберелері Арман мен Айжан.